Бәріне сәлем достар. Мен сіздерге бүгін осындай жұмсақ, тәтті әрі нәзік пицца рецептімен бөліскім келіп отыр. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Пропорцияларын мен описанияда қалдырып кетемін. Оған біз тұз, қант, дрожжиді қосып араластырамыз. Одан кейін пищевой пленкамен жауып қойымыз керек. 15 минутқа қалдырамыз. Пищевой пленканы 15 минуттан кейін аламыз. Сосын ұн қосып және май қосып жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр. 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Міне мен қамырым осылай болып ісіп шықты. Осылай қамырымды мен жайып алдым. Начинкасын, салмасын өздеріңіз қалай істесеңіздер де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде қайталаңыз.